Қамшының көпшілігі анау тобылғыдан жасалатын мынау енді жұқа түрлері. Жақынан көрсетсең болады. Міне қып-қызыл, қатты ағаш болады, өте қатты ағаш, сынбайтын. Осыдан қамшы жасайды, одан бөлек қымызды қозғайды. Үйінде көбесі жоқтар осы жаңағы мынандай қылып кесіп алып, бір 5-6 ауын буып, қымызды қозғасаңыздар болады. Бұл былтырлары маған бір Маңғыстаудан бір кісі жазып еді, тобылғы бере аласың ба деп. Неге екен дегенем, сахарға ем болады деп жатыр мына жақтағылар деп, мен оны білмейді екенмін. Сахарға ондай мынаның ем болады деген бірінші рет естіп тұрмын. Егер сіздер де білсеңіздер, комментарийға жаза кетіңіздер. Одан бөлек мынау алтын қоңыз деген емдік жәндік. Күндізтқа ұшып жүр, қазір жанына барсаң бәрі ұшып кетеді. Ұшқат деген ағаштың жаңағыдай тек қана жапырағын жеп қана қоректенеді. Былай қарай тауға қарай кете береді, бойлап жоғары қарай кейін жоқ болып кетеді дегендей. Май айының соңында ғана шығады. Қазір майдың 29-ы. Мына алтын қоңыздан емделем десеңіздер, жаңағы WhatsApp-қа жазыңыздар. 877 257 14 19. Осындай халық емдері басқасы да бар. Киік оты деген сияқты, жаңағы көкемарал болсын, бүйрекке арналған шөптер болсын, WhatsApp-қа жазыңыздар. Тұнба жасау жолын үйретем, болмаса заказ берсеңіздер, сал жібереміз дегендей. WhatsApp-қа жазыңыздар, достарыңызға, туыстарыңызға тарқатыңыздар осы видеоны.